Сәлем әлем, Караван Кызыт медиа порталында жаңа подкаст, жаңа сұхбат. Бүгінгі подкаст тұрғын үй мәселесі жайлы. Қазіргі таңда үй алу тиімді ме, әлде қазір қажеті жоқ па, қазір қандай бағдарламалар тиімді? Осы және өзге де сұрақтарға Дәулет есімімен танымал белгілі блогер, экономист Дәулет Мұқаев жауап беретін болады. Олай болса, біз бастаймыз. Алдымен Дәулет, бүгінгі подкастқа, бүгінгі сұхбатқа келіскеніңізге рахмет. Алғашқы сұрағым, қазіргі таңда зейнетақы қорында ақшаны алуға болады дегеннен кейін пәтерлердің бағалары күрт өсіп кетті. Қазіргі таңда осыған байланысты үй алу тиімді ме, әлде тиімсіз бе? Қалай ойлайсыз? Қайырлы күн. Иә, рас, зейнетақы қорындағы ақшаны алу ол едәуір үйдің бағасын өсірді. Және де орта есеппен бір 10-12%-ке дейін үйдің бағасы өсіп кетті өкінішке қарай. Бірақ бұндай өсім өзі жыл сайын байқалады. Негізінде қандай бағдарлама шықса да үйдің өсімі кәдімгідей қарапайым халыққа білініп жатады. Қазір үй алу тиімді ме деп көп адам сұрап жатады. Мәселен, мен айтам, сабақты ине сәтімен. Егер де сіздің қолыңыз ақшаңыз болып тұрса, мынау болмаса ипотекаға барған кезде банк тарапынан одобрение беріп тұрса, неге ала бермеске ол үйді? Қатты күтудің қажеті жоқ, себебі доллардың өсіміне де байланысты мына үйдің бағалары, одан кейін мынау жалғыз доллар емес, құрылыс материалдарының заттары, жанар жағармай мысалға барлық әсер етеді ғой, экономика болғандықтан бәрі өте бір-бірімен тығыз байланысты. Содан кейін қандай да бір бағдарлама шықса, ол сұраныс арттырады. Экономиканың басты заңдылығы сұраныс көбейсе, баға да өседі. Сондықтан ала беру керек, оны күтудің қажеті жоқ. Қалай ойлайсыз, үйлердің бағасы түсе ме, әлде одан сайын көтеріле ме? Экономист ретіндегі сіздің болжамыңызды білгім келіп отыр. Енді баға түседі деп айта алмаймын. Себебі бұл жерде құрылыс материалдарының қымбатшылығы, сосын шетелдік валюта, бәрібірде тіпті Ресейдің өзінің рублі қазір 6 теңгеге жетіп қалған. Бұрын 5-2 болатын, кейбір кездері 4,5 болған рубль. Сондықтан құрылыс заттарының басым бөлігі бізде Ресейден келеді, мысалы, оны мойындау керек. Сондықтан үйдің бағасы түседі деп айта алмаймын. Көтеріледі, өседі. Тіпті енді халықты қатты әбігерге салып қоймайық, кішкене оны әдемілеп жеткізу керек шығар, наверное. Жастардың баспаналы болудың ең тиімді жолы 7-20-25 бағдарламасы ма, әлде одан да тиімді бағдарламалар бар ма? 7-20-25 енді өз нарықта үй алатын тиімділеу деп айтуға болатын отбасы банк. Сосын 7-20-25 және де баспана хит бағдарламалар бар. Енді нақты 7-20-25-ке келетін болсақ, бұл жерде тек жаңа үйді алады ғой, кім болсын, жастар болсын, үлкен азаматтар болсын, табыс көзін растау керек. Бұл жерде де өзінің бір плюсы бар, минусы бар. Мысалы, минусына келетін болсақ, орта есеппен зарплата ресми табыс 300 мың болу керек. Мысалға, гарант, созаемщик барлығын қосқанда ондай табыс көп адамдарды кездесе бермейді мысалға. Сосын несие тарихы, кредиттік историясы бұзылған азаматтарға несие берілмейді бұл бағдарламамен. Ал отбасы банктың бір жақсысы, үнемі айтатын ОП деп жатам, бағалау көрсеткіші 16-ға жетіп жатса, табыс көзін растамай үй алуға болады, мәселен. Ал бірақ ол жердегі негізгі бір минус, үйдің 50% жинақталу керек, әрине. Осыны да ескеру керек. Ал егерде қандай да бір үйдің кезегіне тұратын болса, ол кезде отбасы банкпен бастапқы жарна 10% шаңырақ, одан кейін бақытты отбасы аясында алуға болады. Бірақ мына жердегі жастарға қатысты өкінішке қарай ешқандай мемлекеттік бағдарлама жоқ. Баспаналы бола алатындай мемлекеттік бағдарлама жасалу керек деп жиі айтып жүрсіз. Демек, жас отбасыларға баспаналы болуға арналған мемлекеттік ешқандай да бағдарлама жоқ па? Иә, жаңа айтқанымдай, жас отбасыларға арналған мемлекеттік бағдарлама жоқ. Бізде тек қана жалдамалы пәтер бар жастарға арналған. Ол Алматы, Шымкент және де Нұр-Сұлтан қалаларында 29 жасқа дейінгі жастар. Сосын 35 жасқа дейінгі жастар бар, Алматы жастары. Ол тек қана Алматының жастарына ғана ипотекамен үй алуға мүмкіндік бар. Оның өзінде ол кез келген санат жатпайды. Оның өзінде мысалға оқытушылар, дәрігерлер деген мәдениет саласының қызметкерлері деп арнайы сала бойынша ғана бөліп қойған. Ал бізге керегі
мемлекеттік жастарға арналған бағдарлама. Жастар арасында, сол жас отбасылар арасында ажырасып жатқандар өте көп. Ертеңгі күніне сенімсіз қарайтындар өте көп. Одан кейін мынау Қазақстаннан көшіп кеткісі келетін жастар өте көп. Сондықтан олардың да өздерінің баспаналары болған дұрыс, үйі болу керек. Үйі жоқтың күйі жоқ деп айтамыз. Сондықтан үй болса көңіл күйде болады, көңіл күй болса адамның жұмыс істеуге деген, отбасына деген құлшынысы, махаббаты, бақыты барлығы болады деп ойлаймын. Ислам банкі туралы Инстаграмда пост жазған болатынсыз. Осыдан бірнеше күндер бұрын, бірнеше апта бұрын, әсіресе дінге жақын адамдар сол постыңызды қатты сынап тастаған болатын. Солай ма? Әлде олай емес пе? Ислам банкі енді бұл жерде процент жоқ дегенімен сатып алудың несін қарайды ғой, мысалға. Айтады, иә, бізде ешқандай процент жоқ, бірақ біз саудаласу сүннет, сауданың әрекетін жасаймыз дейді, мысалға. Сол себептен де бұл енді кейбір адамдар оны басқаша жағынан түсінеді, кейбіреуі басқаша жағынан, яғни түсінгенде қалай? Мәселен, менің түсінігімде ол сатып алдыңыз не бәрібір де үстінен қосылып тұр ғой. Мәселен, переплата дейді ғой, үстінен қосып сатқан ақшасы бұл жерде бәрібір де бар. Бұл Ислам банкінде. Сондықтан мен де нем айтам, көбінесе жарнамаға алдана берудің қажеті жоқ екенін мен түсіндірем. Тіпті мынау сол Ислам банкі, Аль-Хилал банктың өзі бізде Қазақстанда бір ғана несі бар, официальный өзі бір ғана банк қой, исламский. Оларда бастапқы жарна 30%-пен басталады, иә. Мәселен, сол 15 миллионның үйін алғыңыз келеді делік, сіздің 30% ретінде 4,5 миллион теңгеңізді саласыз, және де 15 миллионға үй алғыңыз келеді. Ол кезде 15 миллионның үйін алам десеңіз, міне 4,5 миллион қосасыз, и плюс сізге қосылатын баға 11 миллион 100 мың теңге қосады. Солай қосып сатады. Көрдіңіз бе? 11 миллион 100 мың теңге үстінен қосылады деген сөз. Бұл қосып сату. Ал егер де біз осы нәрсені салыстырмалы түрде 7-20-25 немесе баспана хит бағдарламаларымен салыстыратын болсақ, мәселен, сол 15 миллионның үйін сіз бастапқы жарна 30%-ын құйып, 7-20-25 пен 15 жылға алатын болсаңыз, сізге переплата, яғни банктың қосқан проценті ол 6,5 миллион ғана болады. Ал Ислам банкінде сіз 11 миллион 100 мың беріп отырсыз 7-20-25 бағдарламасы бойынша. Ал енді баспана хит бағдарламасы бойынша сізге переплатаңыз 10 миллион 685 мың болады. Сонда Ислам банкі, тіпті мына жерде қарайтын болсақ, Аль-Хилал банк, иә, баспана хиттен де 7-20-25-тен де тиімсіз болып тұр, сөздің ашығы. Соңғы сұрақ болсын. Тұтынушылар кооперативі туралы. Бұл туралы сіз жиі жазып жатасыз, жиі айтасыз. Дегенмен де кооперативке сенетіндер өте көп. Оған сізге қарсы пікір білдіретіндердің өздері дәлел деп ойлаймын. Оларға алданып қалмас үшін алдымен не істеу керек, не жасау керек жалпы? Осы туралы айтып берсеңіз. Тұтынушылар кооперативі, иә, әрине олар сенеді, себебі олардың жарнамасы жақсы, бастапқы жарнасыз үй алуға болады дейді. Тіпті мені де қаралайды, сен банктерден өтірік процент аласың, елдің барлығын процентке тығып жатырсың деп. Бірақ шын мәнінде мен ешкімнен ештеңе, банктен ешқандай табыс алмаймын. Мен бұл жерде беретінім халыққа қаржылық сауат, әрбір нәрсенің есеп қисабы, қайсысы тиімді, қайсысы тиімсіз екенін айту. Кооперативтердің ең үлкен минусы бұл жерде адам саны шексіз бірінің артынан бірі тіркеле береді. Бұл дегеніміз бұл көрінбейтін пирамида. Екіншіден, кооперативтерде мемлекеттік гарантия жоқ. Егер де сіз сол кооператив банкрот болып қалатын болса, ақшаңызды қайтара алмайсыз. Осыны да ескеру керек. Бізде нарықта өте кооперативтер көп. Тарихқа осыдан 5 жыл, 6 жыл бұрынғы кооперативтерге сүйенсек, неше түрлі кооперативтер бар бізде. Алтын асау ма, асар, алтын асар, қателеспесем, отау дейді, берекелі баспана, тағы не, шаңырақ деген барлығы жабылып қалды ғой. Сол сияқты қазірде де бар кооперативтер, олардың барлығының системасы бір.
Мен келсем, басында үй алады, соңғы жағы үй ала алмайды. Осыған байланысты халық сауатты болу керек. Әйтпесе барлығы бастапқы жарнасыз, процентсіз деген нәрсеге алданып қалады. Шын мәнінде бұл жерде түсіну керек, кооперативтегілер бірінің салған ақшасына бірі үй алады. Келсем, басында үй алады, соңғы ала алмайды. Тіпті қазір нарықта бір кооператив жұмыс істеп тұр екен. Шамамен 25 мың салымшы бар екен кооперативте, ал үй алған адамдар саны әлі 2 мыңға жеткен жоқ. Сонда 2 мың адам тіпті алғанның өзіне қалған 23 мыңы бәрі үйін күтіп жүр ғой. Ол жерде очередке қояды, басында 3 ай дейді, сосын 6 ай, сосын 12 айға созады, кейін 1 жылға, 1,5 жылға созады, 2 жыл, сосын ауамен жоқ болып кетеді. Сондықтан халық бұл жерде сауатты болу керек, өте сауатты болу керек. Дәулеттен сізге көп рахмет. Бүгін тұрғын үй жайлы, қазір үй тиімді ме, әлде тиімсіз бе, осы туралы айттыңыз. Одан кейін кооператив туралы да айттыңыз, жаңағы Ислам банкі де туралы айттыңыз. Бұл сіздің өз ойыңыз, өз пікіріңіз ғой. Сондықтан да мен сіздің ойыңызбен, пікіріңізбен толықтай келісемін. Қазір тыңдап отырған, осы подкаст тыңдап отырған тыңдаушылар да, тыңдармандар да келіседі деген ойдамын. Мүмкін келіспейтін жандар да бар шығар, әркімнің өз ойы бар ғой. Дегенмен де маманның аты маман демекші. Сондықтан да барынша үй алуға тырысыңыздар, үйлеріңіз болсын. Әркімнің, әрбір қазақтың, әрбір қазақстандықтың өз пәтері, өз үйі болсын, өз шаңырағы болсын деп тілеймін. Сіздермен бірге болған мен Ғалымжан Сәңкібаев. Караван KZ әрдайым жаныңыздан табыла берсін. Келесі жүздескенше.